Сәлеметсіңдер ме балалар? 3 сынып қазақ тілі пәні 24 сабақ В дыбысы тақырыбы. Балалар, менің каналымды жоғалтып алмас үшін видеоның төменгі жағындағы подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алыңдар. 20 жаттығуға қараймыз. Мәтінді оқы. Велосипед сөзі желаяқ деген ұғымды білдіреді. Оның түрлері көп. Автомобильдің жүк салғышына сыйып кететін шағын немесе жиналмалы велосипедтер бар. Оларды жолаушылар өзімен бірге трамвай, автобусқа алып кіре береді. Велосипед қоршаған ортаға қауіпті емес. Велосипед тебу аяқ бұлшықеттерін жаттықтырып, сені шымыр қылады. Сондықтан оны басты көлігің ретінде таңдауың экологияның жақсаруына қосқан үлесің болып саналады. Мәтін Негеш энциклопедиясынан алынған. Ал енді балалар, мәтін мазмұны бойынша тапсырма орындайық. Балалар, мәтін не туралы? Мәтін велосипед туралы. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырыңдар. Велосипед сөзі қандай ұғымды білдіреді? Велосипедтің қандай түрлері бар? Велосипедтің пайдасы туралы не білесің? Балалар, сендер де осы сияқты мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырсаңдар болады. Мәтіндегі В дыбысы бар сөздерді тауып, бұл дыбыстың айтылу ерекшелігін байқа. Мәтіндегі В дыбысы бар сөздер велосипед, автомобиль, трамвай, автобус сөзі. Бұл сөздердегі В дыбысы ұяң айтылады және сөздің барлық буынында кездесе береді екен. Велосипед пайдалы көлік тақырыбында өз ойыңмен бөліс. Велосипед пайдалы көлік, өйткені ол адамның аяқ бұлшықеттерін жаттықтырып, оны шынықтырады. Сонымен қатар өзінен ешқандай зиянды газ бөліп шығармайды, ауаны ластамайды. Ал енді ережені жаттап есімізге сақтаймыз. В ұяң дауыссыз дыбыс. Ол сөздің барлық буынында келе береді. Мысалы, вагон, автобус, паровоз, Асқаров. 21 жаттығу. Мәтіндегі В әрпі бар сөздерді теріп жазып, оларға дыбыстық талдау жасаңдар дейді. В. Велосипед сөзі. В дауыссыз ұяң, Е дауысты жіңішке, Л дауыссыз үнді, О дауысты жуан, С дауыссыз қатаң, И дауысты жіңішке, П дауыссыз қатаң, Е дауысты жіңішке, Д дауыссыз ұяң. Автобус сөзі. А дауысты жуан, В дауыссыз ұяң, Т дауыссыз қатаң, О дауысты жуан, Б дауыссыз ұяң, У дауысты жуан, С дауыссыз қатаң. Трамвай. Т дауыссыз қатаң, Р дауыссыз қатаң, А дауысты жуан, М дауыссыз үнді, В дауыссыз ұяң, А дауысты жуан. Қысқа И дауыссыз үнді болып тұр екен. Келесі 22 жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті әріптерді қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Мен мектепке автобуспен барамын. Қыздар волейбол ойнады, ұлдар футбол ойнады. Олар вальс биледі. Мұнда бос орынға нүктелердің орнына В, Б, Б және В дыбыстарын қоямыз. Шығармашылық үзіліс. 23 жаттығу. Ойлан тап. Жоғарыдағы берілген велосипед суретіндегі үш пен шеңбер санын анықта. Велосипед суретіндегі тірек сөздермен сипаттау мәтінін құрастыр. Балалар, велосипед суретіндегі тірек сөздер көлемі, түрі, пайдасы. Ал енді велосипедтегі үш пен шеңбер санын санайық. Мұнда үш саны 2, ал дөңгелек саны 6. Ал енді велосипед туралы сипаттау мәтінін жазып көрейік. Велосипед адам күшімен қозғалатын көлік түрі. Оның көлемі әртүрлі болады. 2 дөңгелекті және 3 дөңгелекті түрлері бар. Оның балаларға арналған, үлкендерге арналған және спорттық түрлері де болады. Велосипед адамның аяқ бұлшықеттеріне, денсаулығына, экологияға өте пайдалы. Осылай сипаттау мәтінін құрастырсақ болады. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Барлық тапсырмалар сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.